Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Жалағаш аудандық оқушылар үйінің бейнелеу өнер үйірмесінің жетекшісі Тілеумбетова Динара апайларың боламын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пуантализм әдісімен сурет салу. Мақсаты пуантализм туралы түсінігін тереңдету, акварель, гуашь бояулары арқылы мақталы таяқшалармен нүктелеп сурет салуды үйрету. Олай болса, бүгінгі жаңа сабағымызға назар салайық. Пуантилизм сөзі француздың пуант нүкте сөзінен шыққан, яғни нүктелермен сурет салу дегенді білдіреді. Сонымен қатар пуант сөзі пуанта, яғни балерина аяқ киіміне де қатысты мағынаны білдіреді. Балет бишісінің қауырсындай жеңіл қимылмен билеген іздері нүктеде екендігі даусыз. Кескіндемедегі бұл бағыт 19 ғасырдың екінші жартысында пайда болған. Пуантализм бағытымен жұмыс жасаған суретшілер кенеп бетіне таза араласпаған бояуларды шағып отырған. Бөліктермен қатарлап жағу арқылы сурет салған. Олардың түрлі түсті болып араласып көрінуі картинаға жалпылай қарағанда білінеді. Мұндай тәсіл оптикалық араластыру деп аталады. Пуантализм сөзінің екінші атауы бар. Ол диффузионизм, бөлінген, майдаланған дегенді білдіреді. Пуантализм бағытының негізін салған француз суретшісі Жорж Берсера. Бізге қажетті құрал-жабдықтар: сурет дәптері, жай карандаш, өшіргіш, акварель немесе гуашь бояулары, су құйылған құты, мақта таяқшалары.
Сабағымызды қорытындылай келе сұрақтарға жауап берейік. Пуантализм сөзінің мағынасы. Пуантализм бағыт мінезін салушы кім? Пуантализм бағыты қай ғасырда